Кейде ең дәмді салатқа қымбат өнімнің қажеті жоқ. Бүгін бар болғаны үш-ақ ингредиенттен сондай дәмді салат жасаймыз. Бұл салатты дастарханға қойған сайын ең бірінші таусылып қалады. Соңына дейін бірге дайындайық. Ассаляму-алейкум, құрметті көрермендер, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жеңіл серігетін әрі күнделікті жасауға болатын капуста салатын дайындаймыз. Бұл салат ет тағамдардың қасына да, кешкі асқа да өте жақсы жарасады. Қажетті өнімдер: 2 дана қияр, кішкентай капуста, 1 түйір сарымсақ, майонез, тұз, қарабұрыш. Барлық өнім өте қарапайым, көпшілігінің үйінде бар. Алдымен капустаны жіңішкелеп тураймын. Неғұрлым жіңішке турасаңыз, салат соғұрлым жұмсақ әрі дәмді болады. Егер капуста қатты болса, аздап тұз сеуіп қолмен 1-2 минут уқалап жіберуге болады. Енді 2 қиярды ұзынша етіп тураймын. Қияр салатқа балғындық пен шырын береді. Жазда бұл салат ерекше дәмді болады. 1 түйір сарымсақты майдалап тураймын, немесе сарымсақ езгіштен өткіземін. Көп қоспаймын. Аз ғана сарымсақтың өзі салатқа ерекше қош иіс береді. Енді барлық өнімді ыдысқа саламыз. Майонез құямыз, тұз саламын, қарабұрыш саламын. Жақсылап араластырамын. Сіз осындай салатты жасап көрдіңіз бе? Пікірге міндетті түрде жазыңыз. Қараңыздаршы, қандай әдемі шықты. Капуста қытырлақ, қияр өте шырынды, сарымсақ жеңіл ғана қош иіс беріп тұр. Осындай қарапайым салатты мерекелік дастарханға да қоюға болады. Егер бүгінгі рецепт ұнаса, видеоны лайк басып, пікір қалдырып, арнама міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Алдағы уақытта осындай қарапайым әрі өте дәмді рецептерді тұрақты түрде шығарып тұрамын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.